меншік. Қысқасы былай, бүгіннен бастап мусорды мен шығарам. Қалай сен шығарасың, ал мен ше? Ал сен үйде отыратын боласың. Жаным, мен үйде отырғаныма уже 17 күн болды. Шын айтам, зайбалым шығып кетті. Енді мен не істеймін? Енді бәрінің зайбалы шығып жүр. Не істейсің? Жаным, шын айтам, зайбалдың байы бар, 2 кілем майы бар. Зато бар ғой, зато ана 42.500 теңге сен өзіңе аласың. Ай, өптігі, толбай өпсің десей шө ренжейсің. 42.500 теңге. Жаным, ол 42.500 теңгені алу үшін сен еще 2.700 теңге төлейсің. И то, бля, навряд ли аласың ба, оны алмайсың ба? Так что көтіңді қыста үйде отар. Солнышкам, жаным сол, я білем, көтімді қысып үйде отырам, бірақ, пожалуйста, мусорды мен төгейінші. Мусорды сен төкпейсің. Магнумға да мен баратын болам. Ал сен болсаң үйде отырасың, балдарға қарайсың. I would like to introduce